Бәріне сәлем, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді булочка дайындайтын боламыз. Жылы сүттің үстінен қант пен тұзды саламыз. Және де дрожжды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, дрожж көпіршігенше 5 минутта уақытқа қалдырып қоятын боламыз. Міне бізде 5 минутта уақыт өтті. Дәл осылай кішкене көпіршісе болғаны. Одан соң үстінен бір жұмыртқаны саламыз және де ерітілген сары майды құйып, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп, одан соң ұнды аз-аздан сала отыра қамырымызды елейтін боламыз. Қамыр бізде қолға жабысатын болып шығады осылай. Одан соң сұйық майды құйып, тағы да жақсылап осылай қолымызбен елеп алатын боламыз. Артық ұн салудың қажеті жоқ, дәл осылай қолға жабысатын болып шығады. Одан соң бетін жауып, жақсылап орап, жылы жерге жарты сағаттай уақытқа кішкене көтерілгенше қалдырып қоятын боламыз. Енді жарты сағат өтті. Одан соң ұнды алып, осылай сеуіп, қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. 10 немесе 12 бөлікке бөлсеңіз болады. Мен 10 бөлікке бөліп жатырмын. Осылай әрқайсысын домалатып, дайындап шығатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей. Енді өзімізге керекті формаға салып, бетін жауып тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Одан соң бетіне ұн мен қантты және де сары майды араластырып, осылай езгілейміз. Бұны біз булочканың бетіне сеуіп пісіретін боламыз. Енді булочкалар көтерілді осылай жарты сағаттан соң, немесе одан да көп уақытқа қойып, осылай жақсылап көтерткізіп алсаңыз болады. Және де үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан соң осылай үстінен присыпкаларымызды сеуіп шығатын боламыз. 180 градуста 15-20 минуттай уақыт пісіреміз. Сонымен біздің өте жұмсақ болып, дәмді болып шығатын булочкаларымыз дайын. Бір жасағандарыңыздан ештеңе қалмай желініп кететін болады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз.